Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге өте дәмді, дәрумендері өз бойында қалатын балықтың пісірілу жолын көрсетемін. Бұл балықты біз ешқандай майға қуырмаймыз, пеште пісіретін боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін асықпай қараңыздар. Ең алдымен балығымызды маринаттау үшін соус жасап аламыз. Менде қазір 2-3 дана сарымсақ қостым және қолдан жабылған қызанақтың томатын қостым. Егер болса, ащы, яғни аджика қоссаңыздар болады, және майонез қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Тұз қосуды да ұмытпаймыз. Міне біздің соусымыз дайын болды. Менде қазір осындай 3 дана минтай деген балық. Бұл балық өте құрғақ болады. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, өте дәмді болып шығады. Балықтың жанына осындай картошка, сәбіз және қызанақ, пияз қоссаңыздар, өте дәмді болады. Барлығын үлкендеу етіп турап аласыздар. Барлық заттарымызды дәл осындай видеода көрсеткендей етіп турап аласыздар. Пиязды да дөңгелектеп тұрып турап аласыздар. Міне біздің көкөністеріміз дайын. Барлығын үлкендеу ыдысқа саламыз. Және оның үстіне соусымызды құйып, жақсылап тұрып маринаттап қоямыз. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Қолмен де араластырсаңыздар болады. Балығымызды алдын ала жақсылап, тазалап жуып алдық. Енді қалған соусымызды балықтарымыздың үстіне жақсылап тұрып жағып шығамыз. Барлық жеріне жақсылап тұрып тию керек біздің соусымыз. Балықтың ішіне де жағуды ұмытпаңыздар. Сол кезде өте дәмді болып, барлық дәмдеуіштер жақсы сіңетін болады. Келесі жағында аударып, дәл солай барлығын жағып аламыз. Міне біздің балықтарымыз дайын. Барлық жеріне біркелкетіп жағып алдық. Дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, минтай балықтарыңыз өте дәмді болып шығады. Дайын болған балығымызды енді ыдысымызға саламыз. Дайын болған балықтарымызды ыдысқа саламыз. Ең алдымен ыдысымызға азғантай май құйып, оның үстіне маринатталған көкөністеріміз, яғни картошка, сәбіздерімізді саламыз. Енді оның үстіне маринатталған балықтарымызды саламыз. Барлығын салып, қалған соустарын балықтың бетіне жағып қойсаңыздар болады. Және 15-20 минутқа маринаттап қойсаңыздар болады. Сол кезде барлық дәмдеуіштер сіңіп, өте дәмді болып шығады. Дайын болған балықтарымызды қызып тұрған пеште 230 градуста 30-35 минут аралығында пісіріп аламыз. Не құрметті көрермендер, 30-35 минут аралығында біздің балығымыз дайын болды. Қараңыздар, түрінің өзі қандай тәбетті ашатын біздің балығымыз дайын. Үстіне міндетті түрде пиязды жақсылап турап, аскөктермен араластырып, дастарханымызға ысылай ұсынсаңыздар болады. Барлық дәрумендері өз бойында қалатын өте дәмді балығымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көруді ұмытпаңыздар.